Пом-пом. Қап. Мынаған қараш, жаңбырдың тоқтайтын түрі жоқ. Төрт қабырғаға қамалып отырудан жалықтым. Менің салған суретімді көргің келе ме? Мұнда жаңбыр жауып тұр. Қараш, мына қойлар да жаңбырдың астында жүріп қалатын болды. Әне, сен суретті керемет салыпсың. Енді оларға қамқор болатын біреу керек. Қазір салам. Міне қойларды да жаңбырдан құтқаратын нағыз батыр. Шон, сен бұған не дейсің, а? Шынымды айтсам, мен бұрын бұндай батырды көрген емеспін. Ал меніңше батыр бейнесіне әбден лайық. Бірақ, Әне, оның түрі бір түрлі күлкілі ғой. Жоқ, мүлдем олай емес. Кешір. Сен ренжіткім келмеп еді. Ренжіген жоқпын. Мен оның көңілін қалай аулау керек екенін білем. Оған өзі салған суреттегідей батырды жасап берем. Әне, мынаған қарашы. Ол не? Міне. Шон, қандай керемет. Тура мен салған суреттегідей. Қап, мен оның көзін салуды ұмытып кетіппін. Тұра тұр, тағы да бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Міне, бұлай. Міне, пом-пом деп атаймын оны. Неге пом-пом? Пом-пом, оның жүрегінің дауысы. Естисің бе? Пом-пом, пом-пом. Білесің бе, егер біз оған барынша мейірімді қамқор болсақ, оған тіл бітеді. Әне, сенің қиялың неткен ұшқыр еді. Балалар, түскі асқа келіңдер. Келе жатырмыз, апа. Пом-помды терезенің алдына қояйық. Осы жер қауіпсіздеу. Мяу. Сәлем, менің атым Пом-пом. Пом-пом. Есімің ерекше екен. Мені кішкентай қыз солай атады. Менің атым Мэй. Мен мысықпын. Ал өзің кімсің? Кішкентай қыз мені батыр дейді. Меніңше ол дұрыс айтты. Я, дұрыс. Пом-пом, білесің бе, батыр болу үшін саған тер төгіп көп еңбектену керек. Ой, Пом-пом, көмектесші. Не болып жатыр? Пом-пом, пидли-пом, пом-пом. Ого, мұнысы қалай болғаны? Мен ұшаққа айналып кеттім. Ой. Мен ондай сиқырыңның бар екенін білмеппін. Өзім де білген жоқпын. Қара, кішкентай қыз мені осы қойларды қорғайтын батыр болады деді. Ал бұл жерді кемпір қосақ әлемі деп атады. Пом-пом, біреу келе жатқан сияқты. Бізге дереу терезенің алдына бару керек. Бірақ ол тым биікте ғой. Енді қайттық. Не істейміз енді? Менің арқамда бірдеңе бар сияқты. Бұлар не екен? Бұл суреттер ғой. Ат және саты. Бізге жоғарға шығу үшін қайсысы керек? Саты ма? Я, ол жоғарға шығуға көмектеседі. Пом-пом, сен сатыға айнала аласың ба? Қазір байқап көрейін. Пом-пом, пидли-пом, пом-пом, пидли-пом. Оу, мен сатыға айналдым. Мей, жоғары шық. Міне, жеттік. Мінекей. Пом-пом, біз әлі жеткен жоқпыз. Мұнда тағы да карталар бар екен. Қайық және тікұшақ. Терезеге жету үшін бізге қайсысы керек? Пом-пом неге айналу керек? Бізді жоғарыға тікұшақ апара алады.
Пом-пом, пидлипом, пом-пом, пидлипом. Мей, отыр да мықтап ұстап ал. Ал кетпек! Тезірек, пом-пом, олар келіп қалды. Шон, тоқтай тұр. Пом-помға не болған? Сен оны олай қалдырмап едің ғой. Меніңше ол құлап қалған. Немесе менің айтқанымдай болған. Әне, сен нені айтып тұрсың? Бәлкім біздің махаббатымыз расында да оған жан бітірген шығар. Әне, сен де айтады екенсің ау. Осы сенің қиялыңда шек бар ма екен? Пом-пом және оның досы Мэй. Ол уақыт өте нағыз батырға айналады. Бірақ әзірге ол тым жас әрі мына кең әлемді енді ғана танып келеді. Біздің кішкентай телекөрермендеріміз де Пом-поммен бірге әлемнің ғажайыптарын тани түспек. Біздің зерттеуден өткен еңбектерімізден олар да көп нәрсені үйрене алады. Сонымен балақайлар, Пом-пом және оның достарының әлеміне қош келдіңдер. Пом-пом шешімі қиын шырмаудан шығудың оңай жолдарын көрсетеді. Сонымен қатар ол зерттеулер мен әртүрлі тапсырмаларды қалай орындау, іске асыру қажеттігін көрсетеді. Бұл балалардың ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Бізге қосылып, бірге тамашалаңдар.